Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бөлшектер, аралас сандар. Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажыратуды үйренетін боламыз. Енді балалар, тақтаға қарайтын болсақ, сендерге мынандай екі бөлшек берілген. Ең бірінші біз дұрыс бөлшек дегеніміз не және бұрыс бөлшек дегеніміз не, соны анықтап аламыз. Дұрыс бөлшек дегеніміз балалар бөлімі алымынан үлкен болатын болса, яғни 5 пен 7-ні салыстыратын болсақ, 7 саны 5-тен үлкен олай болатын болса, бұл бізде дұрыс бөлшек болады. Енді келесі бөлшекке қарасақ, балалар керісінше, бізде жәнегі бөлімі 4, алымы 6, яғни алымы бөлімінен үлкен сан болып тұр. Олай болатын болса, бұл жерде дұрыс бөлшекке жәнегі қарама-қарсы болып тұрғандықтан, бұл бұрыс бөлшек, яғни дұрыс деген сөзді сендер түсінесіңдер. Дұрыс деген ол жәнегі ақиқат дұрыс деген сөз, ал енді мына жердегі бұрыс, бұл дұрысқа қарама-қарсы мағынада жәнегі дұрыс емес деген сөз. Енді бұл дұрыс емес бөлшек, жәнегі бұрыс бөлшек деп аталады. Осыған сәйкес бізде келесі аралас сан. Аралас сан дегеніміз балалар, мысалы 2 бүтін деп айтамыз 5-тен 7. Бұл 2 бүтін 5-тен 7. Мысалы, бұл қайдан шықты дейік? Мысалы, 1 бүтін 2-ден 1 дейтін болсақ, сендерге жеңіл түсіну үшін, бұл дегеніміз 1 бүтін деп тұрмын, балалар. Ол дегеніміз, мысалы, 1 бүтін алма. Және 1 жарты, және жарты алма. Яғни, бұл жерде 1 жарты алма. Бұл, мына жердегі, мынау бізде 1 бүтін, және 1 алманың жартысы, яғни 2-ге бөлгендегі 1 бөлігі деген сөз. Бұл жерде осындай аралас сан болады екен. Енді біз балалар қазір натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сандарды аралас сан деп айтады екенбіз. Яғни, мен жаңа сендерге аралас сан қалай шығатынын осы сурет бойынша көрсеттім. Енді натурал сан. Натурал сан дегеніміз, ол мысалы мына жерде 5 саны бізде натурал сан. Оған 9-дан 6 деген бөлшекті қосатын болсақ, біз бұл жерде аралас сан пайда болады екен. Яғни 5 бүтін 9-дан 6 деген. Бұл қайдан шықты балалар? Бізге мына жердегі ешқандай бүтін сан жоқ. Сол себепті біз 1-ден 5-ті жазамыз да, ары қарай бөлшектің өзін жазамыз. Келесі 5 қосу 2 бүтін 8-ден 3 дейді. Бұл жерде бізге 5 және 2, яғни бүтін санға бүтін санды қосамыз. 5-ке 2-ні қосамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7, және мына бөлшектің өзін жазамыз. 8-ден 3 болады. Осы сияқты балалар бізге мынандай сан берілген. 12 бүтін 3-тен 4 азайту 6. Яғни біз мына бүтін саннан мына бүтін санды азайтамыз. 12-ден 6-ны азайтатын болсақ, балалар 6, ары қарай бөлшектің өзін жазамыз. 3-тен 4 болады. Келесі 4 бүтін 9-дан 2 қосу 3 бүтін 9-дан 4 дейді. Бұл жердегі бүтін сандар 4 және 3, яғни бүтін санды бүтін санға қосамыз. 4-ке 3-ті қосатын болсақ 7. Келесі балалар бізде бөлшек сандар берілген. Біз бөлшек санды қалай қосу керектігін білеміз. Бұл жерде бөлімі екеуінің де 9-ға тең. Олай болатын болса, мен 9-дың өзін жазамын. Келесі 2-ге 4-ті, яғни алымын 1-не-1-ін қосамын. 7 бүтін 9-дан 6 деген сан шығады екен. Балалар, бүгін міне біз жәнегі натурал санмен, яғни бүтін санмен бөлшек санды қалай қосамыз, қалай азайтамыз, сол туралы тапсырмаларды орындайтын боламыз.